Сәлем, әлем. Бүгінгі видеода біз Windows 10 бағдарламасын орнатуға арналған жүктемелі флешканың қалай оңай әрі тез дайындалуын көрсетеміз. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, қазақша контенттің дамуына үлес қосып отырыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Жүктемелі флешка дайындау үшін ең алдымен бізге интернетке жалғанған компьютер және де сыйымдылығы 8 гигабайттан асатын флешка керек. Флешканы компьютерге немесе ноутбукке жалғағаннан кейін ең алдымен міндетті түрде форматтап алуымыз керек. Енді жүктемелі флешканың дайындалуына кірісеміз. Төменде берілген сілтеме арқылы Microsoft'тың сайтына кіреміз. Сол жерден Windows 10 бағдарламасын жүктеуге арналған жүктемелі файлды өзімізге жүктеп аламыз. Жүктелген файлды ашамыз. Бұл жерде сіз бағдарламаның тілін өзіңіздің компьютеріңізге немесе ноутбугіңізге байланысты 64 разрядтық немесе 32 разрядтық бағдарламаны таңдай аласыз. Әрі қарай бұл жерде жүктемелі флешканың дайындалуы басталады. Загрузканың жылдамдығы сіздің интернетіңізге байланысты. Осымен сіздің Windows 10 бағдарламасын орнатуға арналған жүктемелі флешкаңыз дайын. Ал Windows 10 бағдарламасын флешка арқылы қалай орнатам десеңіз, каналдан қалай орнатылу жөнінде видео таба аласыз, немесе сілтемені төменге қалдырып кетемін. Назарларыңызға рахмет.